Бүгін Елордада Әзербайжан халқының жалпылттық көшбасшысы Гейдар Алиев туралы еліне жол ашқан атты кітаптың тұсаукесер рәсімі өтті. Бұл туындыда бауырлас мемлекетті 10 жыл басқарған беделді саясаткердің еңбек жолы мен тұлғалық қасиеттері айшықталады. Сондай-ақ Әзербайжан халқының тағдыры мен ел болып қалыптасу тарихы суреттеледі. Еліне жол ашқан кітабы бұл шығарманың қазақ тіліне аударылған нұсқасы. Ол осыдан 5 жыл бұрын, яғни Гейдар Алиевтің 90 жылдығына орай алдымен Әзербайжан тілінде жарық көрген болатын. Қазіргі таңда әлемнің бірнеше тіліне аударылған. Енді кітап қазақстандық оқырман қауымға ұсынылып отыр. Оның алғы сөзін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жазып, үзеңгілесі болған тұлға жайлы естеліктермен бөліскен. Белгілі саяси қайраткерлер негізінде мемлекеттіліктің тұтастығын сақтап жөніндегі Гейдар Алиевтің ерекше мінезін айтады. Сонымен қатар біздің да президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ерекше қалыптасқан достығын айта біле. Осы күрделі кезеңде 90 жылдардың басында мемлекеттердің тәуелсіздігі мен егемендігін нығайту барысында, одан әрі барды түркі тілдес елдерінің арасында қалыптасқан достықты күйретпеу, оны кеңінен одан әрі нығайту жөніндегі екеуінің арасында қалыптасқан сондай бір ерекше қарым-қатынасты Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев естелігінде айтады.